Бұл ескі таспа эпизодында ерте кездері тәуелсіздікке ұмтылған ұлт рухының көрсететін алғашқы қазақ әнұранын, оның әуеніне және дыбыстарына жарық түсіреміз деп бел будық. 1990 жылы 25 қазанда біздің тарихымызда бет бұрыс оқиға орын болды. Бұл еліміздің тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадамдарын және бірегей мәдениетіміз бен дәстүрлерімізді жандандыруды бейнелейтін мемлекеттік егемендік туралы декларация қабылданған күн болды. Бұл трансформация біздің алғашқы ұлттық әнұранымыздың мәтінінде көрініс тапты. Алайда әнұранның тарихы еліміздің тәуелсіздік алмай тұрып басталған болатын. 1943 жылы барлық кеңестік республикалар өздерінің әнұрандарын жазып бастайды. Дәл сол кезде Қазақстан өзінің ұлттық әнұранын шығаруға әрекет жасады. Содан кейін көптеген ақындар мен жазушылар қатысқан байқау жарияланады. Комиссия үздік атаған мәтін Қайым Мұхамедхановқа тиесілі болып шықты. Жас ақын өз мәтіннің негізгі идеясын бірінші жолдарда білдіреді. Ер қазақ ежелден еркіндік аңсаған. Қайым мұғалімдер мен зиялылар отбасында тәрбиеленіп өскен болатын. Әкесі Мұхамедхан Сейітқұлов ұлының құндылықтарын қалыптастыруда шешілі рөл атқарған ағартушы, алашордалықтардың серігі болған. Мұхтар Әуезов жас Қайымға ұстаз әрі тәлімгер болды. Ер қазақ, Абай Темірғазық, Алаш. Осы идеялар оны өмір бақи жетектейді. Ол осы құндылықтарда тәрбиеленіп, өз жолынан таймаған. Қайым Мұхамедханов жазған әнұранның мәтіні адамдардың жүрегіне резонанс тудырып қана қоймай, 30 жастағы композитор Мұқан Төлебаевты музыка жазуға шабыт берді. Музыкалық талап Мұқанға анасынан берілген. Тәжірибелі әндер жазып, айтыстарға қатысып, халық ақыны атанған. Сонымен қатар Мұқанның ағасы Апарбай баланы 6 жасында қазақтың қара домбырасымен таныстыра отырып, оның өміріндегі жетекші күшке айналды. Мұқан Төлебаевтың туа біткен отбасылық музыкалық дарыны Қайым Мұхамедхановтың есте қаларлық өлеңмен үйлесіп, Қазақстан әнұранның ескермейтін музыкалық партитурасын өмірге жаратты. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін жаңа егемен республикалар жаңа рәміздерін құра бастайды. 1992 жылы Қазақстанда мемлекеттік әнұранның үздік мәтіні мен музыкасы атты ұлттық байқау өткізілді. Қайым Мұхамедханов тағы да байқауға атсалысады. Жаңа әнұранда Мұқан Төлебаев жазған 1944 жылғы әнұранның музыкасы сақталады, алайда мәтіні жаңартылған болатын. Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзағалиев, Тұманбай Молдағалиев және Жадыра Дарибаева бірлесіп жаңа текст жазды. 1992 жылғы Қазақстанның әнұраны баланың алғашқы тәй-тәй басқан қадамдар секілді. Ұялшақ, бірақ үмітке толы сапарымыздың поэтикалық шежіресін қамтиды. Әннің мәтіні ескі әнұранға оралып келесі жолдарды қамтиды. Жаралған намыстан қаһарман халықпыз. Азаттық жолында жалындап жаныппыз. Дәл бұл сөздер біздің ұлттық тарихымыз бен және өзіміздің халық ретінде анықтайтын бостандықтың қайтпас рухымен үндеседі. Бұл эпизод арқылы біз осы тарихи сәт туралы естеліктерді жандандырып, жас ұрпаққа тәуелсіздік жолын ашқан күрес пен құрбандықтарды еске түсіруге ұмтыламыз.